Жұмсақ, үлпілдек, өте дәмді булочка жасаймыз. Бір жасағаннан осындай күшті болып шығатын болады. Оның кішігірім құпиясы бар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ал кеттік. Барлық құрамының мөлшерін төменде қалдырдым. Алдымен бізге жып-жылы сүт, сүтке тұз, қант, сұйық май, жұмыртқа салып араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Сосын оған разрыхлитель, яғни қопсытқыш, дрожж салып, тағы да араластырып, ұн қосамыз. Ұнның мөлшерін аз-аздан қосамыз, бірден көп салып жіберіп, қамырды қатты етіп қоймаңыздар. Қамыр деген өте жұмсақ, қолға жабысатындай болуы керек. Сол үшін аз-аздан салып, егер қатты жұмсақ болып жатса, кішігірім ұн қосамыз. Әбден июін қандырып, әжемлеп қамырды илеп аламыз. Міне қолға жабысатындай осындай жұмсақ қамыр шығады. Оның үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды және 9% уксусты құйып, тағы да жақсылап бірігіп кеткенше әжемлеп қамырды илейміз. Осы сары май мен уксус әбден бірігіп кетуі керек қамырға. Уксус егерде бір зиян немесе қоспауға болама деп жатсаңыздар, ол енді өз қалауыңыз, қоспасаңыз да болады, бірақ қамырдың өте әдемі көтерілуіне осы уксустың көмегі өте жақсы. Үстін жауып, көтерілгенше 40 минут шамасында қалдыраңыз. Міне біздің қамырымыз өте күшті болып көтерілді. Менің ыдысым кіші болғандықтан қатты көтеріліп кетті ғой. Барлығын енді бөліктерге бөліп алдық. Менде бір 80-85 грамм шамасында алдым. Барлығын осылай домалақтап, әжемлеп духовканың ыдысына қойып шығамыз. Барлығын әжемлеп осылай домалақтап қойып, араларын кішігірім ашық-ашық етіп қоямыз. Бетін жауып, тағы да аздап көтерілгенше бір 10-15 минут шамасында қалдырамыз. Міне көтеріліп әжем болып қалды. Мен осының үстіне бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтімізді құйып, әбден араластырып, бетіне жағамыз. Жұмыртқаның сарысы мен сүттің араласқаны булочкалардың өте жұмсақ, жылтыр болуына септігін тигізеді. Айтпақшы, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі өте керемет видеолар сіздерге үнемі көрініп тұратын болады. Міне барлығын осылай жағып аламыз. Өзіңіздің қалауыңызша бетіне мак, күнжіт сепсеңіз болады. Ішіне немесе начинкасын вареный сгущенкамен, шоколадпен ағып кетпейтіндей етіп бүгіп, әжемлеп жасасаңыздар да болады. Мен өзім ешқандай начинкасыз жасадым. Қызып тұрған пеште 180 градус шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз пісті. Енді қамыры деген өте күшті болып шығады, осындай керемет көтеріледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бір жасағаннан осындай жұмсақ үлпілдек болып шығады. Сіздермен болған үмида, астарыңыз дәмді болсын. Кейінгі видеоларда кездескенше.